Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен үй жағдайында жасалатын конфеттер дайындайтын боламыз. 10 минут ішінде осындай керемет конфеттер дайын болып шығады. Ол үшін ең алдымен печеньемізді үгітіп аламыз. Блендер немесе оқтау көмегімен үгітсеңіздер болады. Үгітіліп болған печеньенің үстіне бананымызды салып, шанышқы көмегімен езіп, кейін қолмен жақсылап біріккенше араластырамыз. Дайын болған массамызды дөңгелек пішінге келтіріп, шоколадқа батырып, бетіне қалауларыңызша жаңғақпен немесе басқа да тәттілермен безендірсеңіздер болады. Конфеттерді тоңазытқышқа 10-15 минутқа қойып қатырып аласыздар. Осымен біздің конфеттер дайын. Рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіз. Барлықтарыңызға рахмет, сау болыңыздар.